сәлеметсіздер ме? Мен білім инновация лицей-интернатының көркемдік пәнінің ұстазы Төлкулова Фариза Нұрманқызы. Менің шәкіртім Асан Арынов. Бүгінгі сіздермен өткізетін шеберлік сыныбымыздың тақырыбы арнайы фетр материалдармен бұйымдар жасау. Шеберлік сыныбымыздың мақсаты қашықтықтан оқытуда оқушылардың шығармашылық белсенділігін арттыру. Ендеше бастайық. Ең бірінші біз керекті құрал-жабдықтар түгендеп алайық. Бізге қайшы, түрлі фетр материалдары және ине жіп және үлгі керек. Біз осы үлгі арқылы өзіміз қалаған түрлі фетр материалдарын басып, былай дайындап аламыз. Және келесі кезеңде бізге жапырақ дайындау керек. Жапырақты жасыл түсті материалдар былай дайындап аламыз. Және үшінші кезеңде біз ине жіп арқылы екі жапырақшаларды біріктіріп тігеміз.
Міне біз бөлшектерді осылай барлығын қосып, біріктіріп, тігіп аламыз. Яғни біздің алмамыздың көлемі шығу керек. Енді бұл алмамыздың ішіне арнайы синтетикалық көмірмен мына ашық жерінен толықтырамыз. Және біз осылай жапырақшаларды біріктіріп, домалақ пішінді алманы жасап алып, ішіне синтетикалық зат салдық. Енді келесі кезеңде жапырақтарды тігеміз. Және жұмыс барысында техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұмытпаңыздар. Біздің арнайы бұйымымыз, яғни біздің алмамыз дайын болды. Енді себетімізді осындай көптеген алмалармен толықтырамыз. Енді дәл осылай себетке алма толықтырып, үйлеріңізге сувенир етіп қойсаңыздар болады.